Неге менде энергия жоқ? Неге қазір өте көп адамда энергия жоқ? Иә, жалпы энергия деген не? Сол туралы ашып айтайыншы, тереңірек түсіндіріп. Мен Нұрбапа, мен кәсіпкермін. Мен кәсіпкерлерді трансформациядан өткіземін, былайша айтқанда жаңа деңгейге шығарамын. Трансформация дегеніміз кәсіпкер іштен өзгереді, ішкі әлем өзгереді, содан кейін сырты өзгереді. Иә, мен өзім 20 жылдай кәсіп саласында жүріп, мына нәрсені байқадым. Үнемі шапқылап, бизнес жасап, үнемі ананы істеймін, мынаны істеймін, білім аламын, сөйтіп нәтижеге жетемін деп ойлайтынмын. Солай мен 15 жыл бойы тоқтамай күндіз түні жұмыс істейтінмін. Иә, ақша таптық, бірақ масштаб болған жоқ. Бір белгілі бір деңгейге келгеннен кейін бір тоқтап құлап қалу деген нәрсе болды да. Бір момент болады, бір кездер болады, жұмыс істеп шапқылап жүресің, бір айлар болады, ештеңкеге желание болмайды. Жата бергің келеді, фокус жоқ, қана жұмысты істейін деймін да, қалдырып қоя бересің. Содан кейін барып жатасың, YouTube көремін, содан кейін барып өзің кінәлайсың, содан кейін сөйтіп бір ай жүремін, 2 ай, содан кейін қайтадан күш жинап, бұл энергияның азайғандығын білдіреді. Ол кезде энергия деген нәрсені білмейтінбіз. Қазіргі уақытта энергия ең басты валюта. Энергияң болса, сен кез келген нәтижеге жете аласың. Энергия жоқ болса, ештеңкеге жете алмайсың. Білімің, ақшаң болуы мүмкін, энергияң жоқ болса, ештеңкеге жете алмайсың. Ол өте маңызды нәрсе. Енді энергия деген нәрсе ол біздің күш деп айтады ғой, біздің күшіміз да. Бірақ ол физикалық күш емес. Физикалық күшті энергия, иә, физикалық. Мен айтып жатқан энергия ол ішкі энергия. Ол біздің ішкі қалауымыз, желание деп айтады ғой. Энергия көп кезде адамда ішінде желание болады, қалау болады, өмір сүргісі келеді, бір нәрсеге жеткісі келеді, жақсы көреді, істегісі келеді, ойы тұнық болады, жақсы сезімдерде болады, фокусы реттелген болады, адам солай да. Ал егер осылар болмай тұрса, энергия деңгейің түсіп кеткендігі. Енді энергия қазір не үшін жоқ? Иә? Көп адамда энергия жоқ. Бұл тенденция мына бізде карантин болды ғой, ковид кезінде. Содан кейін өте көп адамға әсер етті. Адамдардың энергиясы тұрақсыздық сол кезде басталды тенденциялар. Содан кейін соғыстар, экономикадағы тұрақсыздық осының бәрі әсер етіп жатыр да, осының салдарынан. Енді осыдан кейін көп адамда энергия жоқ. Енді неге энергия жоқ адамдарда? Негізі адамға керекті энергиясы берілген. Аллах тағала берген бізге керекті энергиямызды. Ана адамға энергияны көп, мынаған аз берді деген нәрсе емес. Бәрімізге берілген энергия бар өмір сүруге. Энергия деген рухтан келеді ғой. Енді ол энергия кетіп жатыр бір жерге. Кәдімгі, мысалға бір нені алатын болсақ, бір шелек, иә, шелекте энергияңды шелекке салып қойдық деп есептейік. Энергияң бар, сол шелекте тесіктер бар. Сол тесіктен ағып кетіп жатыр. Яғни энергияны ұрлайтын факторлар көп. Енді осы энергиямыз ағып кетіп жатыр, энергиямыз слив болып жатыр, и өзімізде аз энергия қалады. Сол энергиямыз біздің мақсаттарымызға жетуге жетпейді да. Олай болса, энергия қайда кетіп жатыр? Соны айтайын. Энергияны ұрлайтын нәрсе. Мен кәсіпкердің ішкі жүйесін жүйелеушімін деп айттым да. Кәсіпкердің ішкі жүйесін жүйелеймін, ішкі жүйесін реттеймін. Содан кейін кәсіпкер масштабқа шығады. Сол ішкі жүйе деген мен методика жасадым. Сол методикада 4 деңгей бар. Сол 4 деңгейді түсінсең, энергияны да жақсы түсінетін боласың. Бірінші деңгей энергия деңгейі. Энергетикалық деңгей, ол рухани деңгей, біздің рух, жүрек, қалау деген нәрсе. Энергетикалық деңгей, рухани деңгей, ол біздің қалауларымыз.
Екінші деңгей эмоциялық деңгей. Ол эмоциялар біздің сезімдеріміз. Ол біздің бізді алдыға сөйлейтін ол эмоциялар. Содан кейінгі деңгей ол интеллектуалды деңгей, интеллект деңгейі, ақыл деңгейі. Біздің ойымыз, ми, шешім қабылдау, фокус деген нәрсе біздің бағыт бағдарымыз. Үшінші деңгей. Содан кейін төртінші деңгей ол дене, біздің денеміз. Біз кез келген нәтижеге әрекет арқылы жетеміз. Бұл материалдық әлем. Сол үшін әрекетке жауап беретін ол біздің денеміз, физикалық күш как раз осы денеде. Осы төрт деңгей. Мен осы төрт деңгеймен терең жұмыс істеймін. Енді энергияны ұрлайтын нәрселер. Осы төрт деңгей бойынша айтайын. Ең бірінші рухани деңгейде адам егер өмірге риза емес, өмірге шүкірлігі аз, күпірлігі көп, жүрек жабық болса, адамның жүрегі жабық, рухани деңгей жабық, бұл базовый энергияның көзі, рух. Адамның қалауы осы жерде. Адам желание жоқ деген сөз да, біздің өмір сүруге деген қалауымыз жүректен келеді. Ол күпірлік, күнә, солардан пайда болатын нәрсе. Энергетикалық деңгей. Осы жерден біз жаңа күнә істейміз, жаман ойлаймыз, шүкір етпейміз. Осы жерден слив болып жатыр. Содан кейін эмоциялық деңгей. Біздің эмоцияларымыз, сезімдеріміз. Біз өзіміздің сезімдерімізді басқара алмайтын болсақ, үнемі ренжиміз ана адамға, ашуланамыз, өкінеміз, қайғырамыз, қорқамыз, негативті сезімдер неғұрлым көп сезінетін болсам, мен оларды басқара алмайтын болсам, онда ол менің энергиямды ұрлайды, кәдімгідей сорып алады, слив болады. Содан кейін келесі деңгей, интеллект деңгейі, ақыл деңгейінде біз не істейміз, энергия сливать етеміз. Ойымыз тоқтамайды, өте көп ой біздің, өте көп энергия біздің ойымызбен кетеді. Біз үнемі бір нәрселерді ойлаймыз, керегі бар ма, маған керегі жоқ па, қазір болып жатқан соғыстарды ойлап кетеміз. Дым қатысы жоқ нәрселер, ол каждый ой, ол импульс та, электр импульсы миды энергияны жейді солай. Содан кейін үнемі телефон шұқылаймыз, қарап отырамыз, фокустың бәрі кетіп жатыр. Фокус қай жерде, энергия сол жерде. Бүткіл энергия кетіп жатыр. Ақыл деңгейінде. Осылай. Содан кейінгі деңгей, дене деңгейі. Дене деңгейінде қандай? Дене ол контейнер. Бүткіл энергияны ұстап тұратын контейнер. Дене. Дене әлсіз болса, менің энергиям көп болуы мүмкін, эмоциям, көңіл күйім жақсы, ақылды, білімді болуы мүмкін, бірақ денем әлсіз болса, мен денем ұстап тұра алмайды оны. Мен өткен әрекетке жауап беретін дене. Дене ластанған болса, көп артық тамақ, лас тамақ жеген болсам, ұйқы дұрыс емес, денеге қарамайтын болсам, физикалық қозғалыс жоқ болса, тоже энергия слив болады. Мен негізі жүйелеп айтқан жақсы көремін, осы төрт деңгей бойынша айтып шықтым, осының бәрінен энергия кетіп жатыр түгел. Тесіктер көп та, осы тесіктерді мен бітемесем, энергиям үнемі жетпейді. Енді энергиям менің жоқ болса, мен не істеймін? Ештеңкеге желаниям да жоқ, ештеңкеге күшім де жоқ, мен не істеймін? Өмірде жете алмаймын, ақша да келмейді маған. Түсінікті ғой. Енді осы жерден, осы төрт деңгей бойынша өзіңе сұрақ қойып көр. Қай жерден менің энергия, қай деңгейде кетіп жатыр? Видео ұнаған болса лайк бас, міндетті түрде подписка жаса. Мен осы каналда осы әр деңгей бойынша бөлісетін боламын, тереңірек. Мен бұны ондаған жыл зерттеп, басымнан өткізіп, нәтижеге алып келген методика. Мен бәрімен бөлісетін боламын, подписка жаса, комментарийға сұрақтарың болса қой. Егер энергияң аз, энергияны бірден қалпына келтіргің келсе, маған разборға жазыл. Инстаграм парақшаға жазыл. Разборда сені қандай энергияңды не ұрлап жатыр, толығырақ ашып беремін, және энергияңды бір моментте көтеретін практикатын беретін боламын. Достар, келесі видеода кездескенше.